Сәлем, сүйкімді жан. Сізбен Ақнұр Жақай. Бүгін сізді ғажайып молшылық медитациясына саяхат жасауға шақырамын. Біздің әлемде барлығы энергия мен вибрациядан тұрады. Біз өзіміз кез келген зат, түс, біздің ойымыз бен сезімдеріміз бәрі де тербеліс жиіліктерінен тұрады. Сол тербеліс жиіліктеріне бейімделу арқылы біз де сол энергиямен тербеліске, өзара сәйкестікке келеміз. Біз қалаған жайтты өмірімізге оңай тарта аламыз. Біз басқа адамдармен үнемі энергия алмасамыз. Ақша бұл да энергия. Бұл энергияны өзімізге тарту үшін белгілі бір шарттарды сақтап, орындауымыз қажет. Соның ішіндегі ең алғашқы энергия бұл ішіңдегі молшылық энергияның болуы. Іштегі молшылық ақшадан да үлкен сезім. Іштегі молшылық энергиясы бізді ақша потогын ашуға алып келеді. Қорқыныш пен тежеу эмоциялары ақша потогын жабады. Біздің бала күнімізден түпкі санамызға сіңген кейбір установкалар бізге молшылықтың келуіне және де денеміздегі бұл энергияның еркін ағуына кедергі жасауы мүмкін. Біз қазір санамыздағы және түйсігіміздегі программаны өзгертетін боламыз. Біз бұл энергияның жаңарған ешбір кедергі ойы жоқ қатысушы болып табыламыз. Біз өзіміз бен ойымызды да молшылық энергиясына алып келеміз. Онымен гармонияда боламыз. Сол энергиямен біздің өмірімізге қажет адамдар келіп, қажет жағдайлар туындайды. Біз өзіміз бен ойымызды молшылық энергиясына алып келеміз. Онымен гармонияда боламыз. Сол энергиямен біздің өмірімізге қажет адамдар келіп, қажет жағдайлар туындайды. Сіздің сезіміңіз жаңа молшылық энергиясына ауысады. Сіз енді өзіңіз де сол энергиямен қуаттанып,
сіздің табысыңыз мол болуына өзіңіз жағдай туғызатын боласыз. Бұл үшін сіз өзіңізге жайлы, тыныш жерге орналасыңыз. Бүкіл фокусыңызды өзіңіздің деміңіз бен денеңізге қойыңыз. Ойша бүкіл денеңізбен аяқтың ұшынан бастап төбеңізге дейін жүріп өтіңіз. Бүкіл денеңіз тыныштыққа берілгенде ішіңіздегі диалогқа көңіл қойыңыз да түйсігіңізге есік ашыңыз. Ішіңіздегі сыншы мен бақылаушының үнін өшіріңіз. Ол сізге тек кедергі жасайды. Өзіңізді тынышталдырып, бір Аллаға тапсырыңыз. Өзіңізді Алланың ойлап қойған планында болуға рұқсат етіңіз. Мына әлемдегі ресурс барлығына жеткілікті. Сізге келіп тұрған қарсылықты алып тастап, өзіңіз де трансформацияның жүруіне мүмкіндік беріңіз. Енді жаймен өз ішіңізге сүңгіңіз. Бірнеше рет дем алып, дем шығарыңыз. Дем алған сайын миыңызды оттегімен қоректендіріп, тыныштықты сезініңіз. Тек менің даусымды ғана тыңдаңыз. Неғұрлым терең трансқа кірген сайын трансформация жақсы өтеді. Терең дем алып, ішіңіз бен көкірегіңіз ауаға толып, дем шығарған сайын денеңіз босаңсуда. Терең дем аламыз, дем шығарамыз. Енді өміріңізде болған қуанышты сәтті еске алыңыз. Біздің барлығымыздың өмірімізде бақытты сәттер болды. Энергияңыз көтеріліп, ішкі сезіміңіз көтеріліп, сізді ерекше атап өткен немесе ата-анаңыз басқа бір кісі мақтаған, сіз қандай да бір кішкентай жетістікке жеткен кездерді еске алыңыз. Сол сезімдердің бәрін жоғарыға көтеріп шығарыңыз. Сол сезімдерді бүкіл денеңізбен сезініңіз. Бұл сезім сіздің
молшылыққа бару жолдағы барлық бұлықтарыңыз бен кедергілерді алады. Сіздің түпкі санаңызға жаңа программа қоюға мүмкіндік береді. Сіздің бойыңыздағы, ойыңыздағы бүкіл кедергілер кетіп, сіз жаңа молшылық пен бақытқа қадам бастыңыз. Сіздің көңіл күйіңіз жоғары вибрацияда. Молшылық, қуаныш пен гармония, жетістік сыйлайды. Әлем шексіз әрі молшылыққа толы. Әлемдегі байлық бәріне жеткілікті. Ол еш уақытта таусылмайды. Молшылықтың бір заңы ол қуанышқа, бақытқа келеді. Сондықтан өзіңізді барлық уақытта бақытты сезінуіңіз, әр нәрседен тек жақсылықты көруіңіз. Кішкентай жетістікке қуана біліңіз. Сіз туғаннан бастап бүкіл әлемнің байлығына лайықтысыз. Сіз сол байлықтың бір белгісісіз. Сіз білсеңіз де, білмесеңіз де, сол молшылық заңымен өмір сүресіз. Әлем сізге өзінің бүкіл байлығын сыйға тартуда. Сіздің өсуіңізге, бақытты өмір сүруіңізге барлық жағдайды жасап қойған. Әлем бүкіл адамды естуші және байлығының барлығымен бөлісуге дайын. Сол байлықты алу сізге байланысты. Сіз сол байлықты өзіңізге алуға рұқсат бересіз ба, жоқ па? Байлық әрбір адамның мақсатына, арманына беріледі. Сондықтан бұл молшылық энергиясын оңды-солды шашпай дұрыс қабылдау сіздің жауапкершілігіңізде. Молшылық энергиясының заңдылығын сақтау арқылы ақша потогын ашасыз. Сондықтан сіздің әрбір арманыңызға берілген ақшаны тек армандарыңызға жұмсаңыз. Егер де бұл заңдылықты бұзсаңыз, ақша потогын жабасыз. Бізде әр уақытта таңдау мүмкіндігі бар. Молшылықта өмір сүресіз ба, жоқ әлде
жетіспеушілікте ме? Дәл қазір өзіңізге жауап беріңіз. Сіз армандарыңыз бен мақсаттарыңызды сатып жүрген жоқсыз ба? Материалдық ресурстар біздің қажеттіліктерімізге келеді. Жаңа туылған нәресте бұл дүниеге келгенде барлығын дұрыс қабылдайды. Өсе келе әр түрлі жағдайларға байланысты оған теріс нанымдарды ата-анасы немесе қоршаған орта енгізеді. Кішкентай балаға қалағанының бәрі ғажайып тәрізде келеді. Не қаласа сол келеді. Бізде сол баладай таза болғанда бізге де барлығы оп-оңай келеді. Санаңызды молшылық пен байлыққа ашыңыз. Қазір ойша жоғарыдан біздің әлемді көріңіз. Ол шексіз және мінсіз етіп жаратылған. Ондағы байлық шексіз таусылмайды. Байлық күннен күнге молаюда. Бұл молшылық әлемде барлығына жетеді. Адамға да, жануарға да, табиғатқа да, таулар мен мұхиттарға, ормандар мен теңіздерге. Бойыңыздағы бүкіл жақсы эмоцияны, молшылықты, байлықты, жетістік пен жеңістікті санаңызға шегелеңіз. Бұл күйде сіздің ресурсыңыз мол және жоқтан бар жасаушысыз. Бұл сезімді қазір күшейтеміз. Бұл сезім сіздің барлық денеңізді толтыруда. Барлық кеңістікті де толтыруда. Қалаларды, еліңізді, бүкіл әлемді толтыруда. Бүкіл әлем молшылыққа толы. Мен молшылықты, байлықты, бақытты, жеңістікті, жетістікті таңдаймын. Мен байыған сайын мына әлемге тек жақсылық әкелудемін. Мен бүкіл әлеммен гармониядамын. Мен ақшаның магнитімін. Мен өз өмірімді қалаушымын. Қазір біз дәл осы шақта, осы жердеміз. Көзіңізді жаймен ашыңыз.